Есірткімен есіріп, оны сауда көзіне айналдырған балқаштық тұрғын ұсталды. 71 келі марихуананы жинаған күдікті өз үйінде құрықталды. Оны полицейлер республикалық тексеріс барысында қолға түсірді. Анықталғандай, 43 жастағы азамат есірткі саудасына қалалық аурухана маңындағы өзінің жер үйін пайдаланған. Онда марихуана есірткісін қораптарға бөліп, жеке-жеке салып отырған. Оны қара базар арқылы сатып, тыныш нәпақасын тауып жүрген. Қазіргі күні күдікті уақытша ұстау изоляторында қамауға алынды. Айта кетейік, 43 жастағы тұрғын бұрындары сотталмаған болып шықты. Азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Балқаштық спортшылар иесіз далада қаңғырып қалған ит пен мысықтарға көмек көрсетті. Ержүрек клубының тәрбиеленушілері қайырымдылық көрсетіп, 4 аяқтыларға тіске басар сатып әперді. Мына азықтардың барлығын еріктілер 10 күннің ішінде жинап, қараусыз қалған жануарлар паналайтын орталыққа апарып өткізген. Жануарларға жаны ашыған спортшылар 40 келі макарон мен 90 қорап түрлі азық-түлік өнімдерін өткізген. У кого в семьях есть уже питомцы, они, естественно, приняли очень активное участие. Қайырымдылық акцияға барлық балалар қатысты. Үйлерінде ит пен мысықтар бар жандар ерекше белсендік көрсетті. Біз балаларды осылайша игі іс жасауға үйретуіміз керек. Қазіргі күні иесіз қалған жануарлар паналайтын орталықта 80 ит пен 10 шақты мысық бар. Олардың барлығы бір мезгіл тамақтандыру. Олардың бір мезгіл тамақтандыру үшін шамамен 10 келі азық-түлік жұмсалады. Ал 4 аяқтылардың күніне кем дегенде 2 рет тамақ ішетінін ескерсек, азықтың жетіспейтіні анық. Оған қоса аталмыш орталық тек ерікті жандардың арқасында жұмыс істеп тұр. В лекарствах, в частности, Біздің орталыққа тамақтардан өзге дәрі-дәрмектер қажет. Оған қоса ерікті жандар да қажет. Құрылысқа көмектесемін деген демеушілерді іздейміз. Балқаштықтар төтенше жағдайға сай екендіктерін барынша пысықтап жатыр. Олар бұл жолы жер сілкінісі кезіндегі кәсіби шеберліктерін пысықтады. Оқу-жаттығу зауыт аймағында өтті. Мамандар апат аймағына апаратын арнайы техникаларын шығарып, дайындықтарын көрсетті. Сценарий бойынша Алматы мен Талдықорғанда жер сілкінісі болды. Ол жаққа тез арада арнайы техникаларды жеткізу керек. Ол үшін балқаштық құтқарушылар ЗОЦМ аумағына теміржол платформасын әкеліп, түрлі жүктер үшін ең бірінші КАМАЗды тиеді. Мы предоставили для перевозки грузов. Біз төтенше жағдайға КАМАЗ көлігін дайындадық. Бірақ жүргізуші ол туралы хабарсыз болды. Дегенмен де берілген тапсырманы жақсы орындап шықты. 10 тонналы көлікті платформаға шығарып, жүк тиеуге дайындады. Ал 10 тонналы КАМАЗ рельске бекітілген соң артына компрессор техникасын шалғады. Себебі энергия көзін беретін аппаратты көліктің атқаратын рөлі зор. Ол арқылы үлкен ауыр техникаларды қуаттауға болады. Содан кейін басқа да жүк көліктері осындай тәртіппен тиісті аймаққа жол тартады. Біздің қала оңтүстік Қазақстан облысына жақын. Сондықтан төтенше жағдай кезінде техниканы бірінші біз жібереміз. Мұндай төтенше жағдайға біздің көліктер 100% дайын. Оған көзіміз жетті. Осылайша жер сілкінісі желісіндегі төтенше оқиғаға балқаштықтар дайын екендіктерін көрсетті. Оқу-жаттығуға 5 арнайы көлік пен 30 адам жұмылдырылды. Тоқымбатталова, Мұрат Болтбеков, Өркен Медиа. Политех колледжінде өрт шықты. Аздаған уақыттың ішінде оқу орнында болған 400-ге жуық адам сыртқа шығарылды. Осындай сценарий бойынша оқытушылар мен студенттер қызыл жалынға қарсы акция өткізді. Флешмоб билеп тұрғындарды өрт қауіпсіздігін сақтауға шақырды. Дабыл белгісі берілісімен ұстаздар қауымы мен студенттер сыртқа шыға бастады. Мекемеде жалпы саны 400-ге жуық адам бар. Оның барлығы ереже бойынша 4 минуттың ішінде қауіпсіз аймаққа жетіп үлгерулері тиіс. Коротко разъясню. Ничего сложного для парней, как на уроке начальной военной подготовки. Выдернул чеку, нажал на кнопку. То есть выдергивается вот эта данная чека, которая опломбирована. Нажимая на кнопку, направляете раструб непосредственно на очаг пожара. Барлығы қауіпсіз алаңға жиналғаннан кейін құтқарушылар өрт сөндіруге арналған құралды қалай қолдану керектігін көрсетті. Ол үшін от жағып, оны сөндіруге кірісті.
Жастар қызыл жалынды қалай ауыздықтау керектігін көргеннен кейін флешмоб биледі. 150 студент балқаштықтардың назарын өзіне аударып, өрт қауіпсіздігін сақтауға, қызыл жалыннан сақ болуға шақырды. Бүкіл әлемдік еңбекті қорғау күніне орай ұйымдастырылған шара қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қолдауымен өтті. Жолда жүру ережесін жүргізушілерден артық білетін оқушылар анықталды. Демалыс күні мектеп командалары арасында 20-шы жас инспекторлар слеті өтті. Онда балалар сапта жүру, алғашқы көмек көрсету, жолда ереже бұзбай қозғалу сынды сынақтардан өтті. Нөмірі 5-ші мектеп командасы алғашқы сайыста өнер көрсетуде. Саптағы 9 адам командирдің бұйрығын бұлжытпай орындаулар тиіс. Бұл жерде әр қимыл бағаланады. Еш қателік жібермесе, жоғары балға ие болулары мүмкін. Қиын болған жоқ, бірақ өзіме сенімді болдым, бірақ кішкене қорқыныш болды. Бірінші белгісі, жол реттеуші жол қиылысының дәл ортасында тұрып, оң қолын жоғары. Ал көрші кабинетте жолдағы жүрісті реттеушілердің білімі бағаланды. Оқушы бағдаршам істен шыққан жағдайда ала таяқшаның көмегімен жүргізушілерге қандай команда беретінін мүдірместен айтып шығуы тиіс. Емтихан қабылдаушылар нағыз автоинспекторлар. Қойылатын ең жоғарғы ұпай 4. Эти отряды у нас сформированы и действуют в течение. Әр мектепте жыл сайын жас инспекторлар командасы құралады. Олар бір жыл бойы жолда жүру ережесін жаттап, оны басқа балалардың да сақтауын қадағалайды. Ал бұл жарыста біз олардың жылдық жұмысына қорытынды жасаймыз, білімдерін бағалаймыз. Ал жолда қалай дұрыс жүріп тұру керек, оны оқушылар велосипедтің көмегімен көрсетті. Мұнда да қатаң сақталатын ережелер мен талап бар. Бірі бұзылса, онда ұпай саны азаюы мүмкін. Ең қорқынышты кровотечениялардың бірі ол кезде Бұл күні жас инспекторлар жол ережесі бойынша тест тапсырып, алғашқы көмек қалай жүзеге асатынын көрсетті. Барлық сыннан сүрінбей өткен нөмірі 15-ші мектеп командасы биыл тағы үздік атанды. Ал 1-ші, 2-ші, 3-ші орын 8-ші, 9-ші, 10-ші мектептерге бұйырды. Гүлшат Байтекешова, Руслан Сепен, Өркен-Медиа. Балқаштықтар 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнін атап өтті. Желтоқсан көшесінде шеру ұйымдастырылып, театрландырылған қойылым көрсетілді. Достықты ту еткен балқаштықтар түрлі ұлттың биін билеп әнін шырқады. Мамыр айының мамыражай мерекесі шерумен басталды. Рухани жаңғыру символы бәйтерек және қазақ елі монументі көшті бастады. Олардың соңынан өзге ұлт өкілдері, студенттер, оқушылар, мемлекеттік мекеме қызметкерлері ерді. Жалпы 2000-ға жуық балқаштық алғашқы құрылысшылар монументінен бастап сахна аумағына дейін жүріп өтті. Ал сахна алдында тұрғындар назарына театрландырылған көрініс ұсынылды. Биыл еліміз үшін ерекше жыл, елордамызға 20 жыл. Осы астананың басты символдары да көріністе орын тапқан. Соңында кішкентай бүлдіршіндер бірлігіміз мәңгілік болсын деген ниетпен аспанға шар ұшырды. В этот весенний день примите самые искренние поздравления и пожелания добра, мира и счастья. С праздником! Қала басшысының ізгі тілегінен кейін Балқаш жұртшылығы мерекелік концертті тамашалады. Жергілікті өнерпаздар ән мен биден шашу шашып, елге мерекелік көңіл күй сыйлады. Ал қазақ елінде тату-тәтті өмір сүріп жатқан өзге ұлт өкілдері өз тілдерінде тілектерін жеткізді. Шановні друзі, щиро вітаю вас. Ми всі вітаємо вас, наших земляків, балхашців, з великим, красивим, гарним, прекрасним праздником 1 мая. Барлық қала халқына денсаулық, бақыт, еліміздің амандығы, елбасымыздың амандығы, бүкіл елімізге тыныштық болсын. Мереке кешкісін жалғасын тапты. Концерт қойылып, би кеші ұйымдастырылды. Гүлшат Байтекешова, Серік Кесебаев, Өркен-Медиа.
Республикалық жарыстан жерлестеріміз жеңіспен оралды. Каратэ-до Шотаканнан өткен Қазақстанның ашық чемпионатында балқаштықтар 20 медальді олжалады. 5 пен 18 жастағы спортшылар арасындағы бәсеке Тараз қаласында өтті. Оған Қазақстан және Қырғызстанның 500-ге жуық саңлақтар қатысты. Балқаш құрамасы сапында 25 бала татамиде білгендерін ортаға салды. Барлығы каратэнің 4 түрлі бағдарламасы бойынша чемпион болуға ұмтылды. Жарыс нәтижесінде 25 балқаштық 20 медальға қол жеткізді. Оның ішінде 4-еуі алтын, 9-ы күміс, 7-еуі қола. Мен жарысқа бардым. Мен бірінші мен үшінші орын алдым. Мен оларды аяқпен жеңдім. Маған қатты қиын болған жоқ. Армысыздар, құрметті көрермендер, арнамызда Балқаш жаңалықтары, оны жеткізуші мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Есірткімен ұсталды. 70 келі марихуана сақтаған Балқаш тұрғыны қолға түсті. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жануарларға қамқорлық. Балқаштық спортшылар далада қаңғып қалған иттер мен мысықтарға азық-түлік жинап көмек көрсетуде. Біздің орталыққа тамақтардан өзге дәрі-дәрмектер қажет. Жас инспекторлар сайысы. Балқашта жолда жүру ережесін жүргізушілерден артық білетін оқушылар анықталды. Бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Біздің арна күн сайын қосулы болсын. Ертең де айтарымыз бар.